Сабағымыздың тақырыбы қисық сызықты трапец ауданы. Сабақтың мақсаты: қисық сызықты трапец ұғымымен таныстыру, қисық сызықты трапец ауданын табуды үйрету, берілген функция үшін алғашқы функцияны анықтау бойынша білімдерін жетілдіру. Өткен сабақты қайталау, яғни үй тапсырмасын тексеру. Бірінші сұрақ: туынды және алғашқы функция ұғымдарының арасында қандай байланыс бар? Екінші сұрақ: жұп функцияның алғашқы функциясы жұп функция бола ма? Үшінші сұрақ: алғашқы функция табудың үш ережесін бірдей қолдануға нақты мысал келтіріңіздер. Бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы қисық сызықты трапецияның ауданы. АБ кесіндісінде үзіліссіз, теріс емес f(x) функциясының графигімен x-тен болады a, x-тен болады b түзулерімен ox осымен шектелген фигура қисық сызықты трапеция деп атайды. Қисық сызықты трапецияның ауданын s-тен болады f(b) минус f(a) формуласымен есептейді. Қисық сызықты трапецияның ауданын табу үшін төмендегі алгоритм қолданылады. Бірінші, берілген қисықтарды координаталық жазықтықта саламыз. Екінші, фигураны ox осі бойымен шектелген кесіндінің шекті нүктелерін, яғни a және b-ның мәндерін анықтаймыз. Үшінші, f(x) функцияның алғашқы функциясын табамыз. Төртінші, s-тен болады f(b) минус f(a) формуланы қолданып, қисық сызықты трапецияның ауданын есептейміз. Бірінші мысал: y-тен болады x квадрат, y-тен болады 0, x-тен болады 1, x-тен болады 3 сызықтармен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданын табыңыздар. Суретте көрсетілгендей, берілген сызықтармен шектелген қисық сызықты трапеция көрсетілген. y-тен болады x квадрат функциясының алғашқы функциясы x куб бөлінген 3. Біздің жағдайымызда a тен болады 1-ге, b тен болады 3-ге. Қисық сызықты трапецияның ауданының формуласын апарып қоямыз. S тен болады f(3) минус f(1). Ол тен болады 8,3/2 квадрат бірлікке тең. Жауабын аламыз 8,3/2 квадрат бірлік. Екінші мысал: абсцисса осімен және x тен болады 0, x тен болады b, пи түзулері, y тен болады синус x функцияның графигімен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданын есептейік. Суретте берілген сызықтармен шектелген қисық сызықты трапеция көрсетілген. y тен болады синус x функциясының алғашқы функцияларының бірі минус косинус x. Ал a тен болады 0 және b тен болады пи, онда формула s f(p) минус f(0), яғни минус косинус пи минус косинус 0. Ол мәніміз 2-ге тең. Жауабы 2 квадрат бірлік. Бірінші тапсырма: оқулықпен жұмыс. Берілген қисықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыздар. Екінші тапсырма: карточкамен жұмыс. Абсцисса осі және y-тен болады косинус x функцияларының графигімен және x-тен болады минус пи бөлінген 4, x-тен болады пи бөлінген 4 түзулерімен шектелген, және екінші y-тен болады синус x функциясының графигімен шектелген, x-тен болады пи бөлінген 4, x-тен болады пи бөлінген 3 түзулерімен шектелген фигураның ауданын табыңыздар. Үшінші тапсырма: топпен жұмыс. Әрбір қатарға бірдей тапсырмалар таратылады. Барлығы бірге орындайды. Тест арқылы есептер шығарылып, олардың жауап нұсқаларынан жасырын сөзді табу керек. Мұнда 8 есеп берілген, жасырын сөзді тауып айтамыз. Төртінші тапсырма: мақал-мәтел. Бірінші топқа: орманға терең енген сайын отын көбейе түседі. Екінші топқа: жылқы мөлшерден артық жүгіре алмайды. Осы мақалды графикпен өрнектеңіз және оны қалай түсінесіз. Соңғы қорытынды бағалау парағы беріледі. Бұнда әрбір студенттің аты жөні және осы үй тапсырмасына жауап берген бойынша балл бойынша есептеледі. Бірінші тапсырма 2, 3, 4 қорытынды балын шығарып, бағаны оқытушының өзі қояды. Яғни мен. Назарларыңызға рахмет.
осымен біздің сабағымыз аяқталды.